Наурыздың оралуы. Орта Азия ежелден ақ түрлі өркениет пен мәдениеттің сапырылысып, тоқтаусыз синтезделіп жататын қайырлы мекені. Ұлы жібек жолының осы өңірді басып өтуі көшпелі халықтың экономикалық қуатынан бөлек мәдени құнарын да байытты. Иран мен Тұран өркениеті ұдайы әсерлесіп отыратын. Сол себепті Наурыз сөзінің шығу тегі парсыша болғанымен, ішкі мазмұны келе-келе мұсылманданып кетті. Бұл мейрам Құран мен сүннетте тікелей аталмаса да, жақсылық пен жаңалықтың жаршысы болғасын ислам тарапынан тыйым да салынған жоқ. Керісінше, бірлігі ыдыраған ел-жұрттың басын қосып, рухани үгіт насихат жүргізуге таптырмайтын себеп еді. Сондықтан қазақ топырағында Наурыз мерекесі көшпелі халықтың салтымен араласып, өзіне ғана тән әдемі реңге боялды. Кейін ұлыстың мерекесі ретінде міндетті түрде тойланатын болды. 1917 жылы Ресейдегі төңкерістен соң әлем тарихымен бірге қазақ мәдениеті де сойқан өзгеріске ұшырады. Ақпатшаны төңкеріп, Совет өкіметін орнатқан большевиктер 1926 жылы СССР құрамындағы Орта Азия елінің бәріне Наурызды тойлауға тыйым салды. Себебі бұл күні жұрт рухани бірігіп кететін. Халық жаппай жиылып, діни қисса, тарихи жыр айтып, ән күй шырқайтын. Бұл кезде большевиктер совет адамын жасай алмай малтығып жатқан. Сондай сәтте Наурыз тойлаған халықтың тарихи жады оянып, мәдени идентификациясы қозып қоя беретін. Осындай көзге көрінбейтін тегеурінді кедергіні бір жола жою үшін Наурызды тойлауға түбегейлі тыйым салуға тура келді. Ал Құрбан айт, ораза айт, одан кейін 4 жыл өмір сүрді. 1930 жылы оларға да кезек келді. Наурызға тыйымның қатты болғаны сонша 1988 жылға дейін Орта Азияда Наурыз тойлайық деп бастама көтеруге ешбір шенеуніктің саяси жігері жетпеген. Бұл ерлік Өзбекәлі Жәнібековке ғана нәсіп болды. Бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Наурыз ресми тойланбаса да бір жола тоқтап қалмаған. Әсіресе қазақтар тығыз қоныстанған өңірде бұқара халық жиналып тойлай беретін. Олар текеметін далаға төсеп, көже пісіріп, бауырсақ жасап, көк шалғынның үстінде әңгімесін айтып, батасын қайырып, бетін сипап тарасатын. Бірақ солтүстік аймақта бұл мереке ұмытылып кетті десе де болады. Әдетте саяси сауаты бар адам кез келген қоғамдық толқу мен халықтық өзгерістің артында қозғаушы біреу тұратынын сезеді. Оны саяси қайраткер деп атайды. Шынайы қайраткер өзін күрескер ретінде мақтанып көрсетпейді. Ол қоғамдық тұлғалардың басын қосып, бір мүддеге жұмылдырады. Ал өзі мемлекет тарапынан олардың бастамасын қолдаған сыңай танытып отырады. Өзгеріс осылай жасалады. Наурыз мерекесін кім қайтарды деген сұрақ пайда болғанда, оны алғаш мен қозғадым деп бірнеше қаһарманның шыға келетіні осыдан. Себебі саяси қайраткер жекелеген тұлғаға сыбырлап, билікке қарсы ұсыныс тастатады. Ұсыныс қабыл болғанда әлгі тұлғалар қозғаушы күш расымен де өзім екенмін деп ойлап қалады. Осылайша бір бастаманың бірнеше авторы пайда болады. Наурыздың ерте оралуына 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы тікелей әсер етті. Көтерілісте қан төгіліп, бірнеше студент нақақ сотталды. Мәскеу билігі көтерілісті аяусыз жаншыса да, Алматыда бәрібір өзге атмосфера қалыптасты. Ұлттың оянуы бұрынғы орыстану ережесін бірден тежеді. Қонаевтың орнын басқан Колбин ыңғайсыз жағдайда қалды. Келмей жатып беделінің күл талқаны шықты. Ол абыройын көтеру үшін ұлтшылдардың мұң зарын тыңдауға мәжбүр болды. Сүйкімді көрінгісі келген сонша тіпті репетитор жалдап қазақ тілін үйренуге барын салды. Құрметті оқырман, осы жерде бір нәрсені айта кетейік. Колбин басшы болып келген соң Өзбекәлінің қызметі қайтадан жоғарылады. Ол 4 айдай
мәдениет министрі, сосын республиканың идеология бойынша хатшысы болып тағайындалды. Құлбек Ергөбектің сөзімен айтқанда, Өзекеңнің жолына тор құрып, қызметте құлатамыз деп жүрген пенделер басы Меңдібаев болып қызметтен алынып, берекесі қашты. Ал Бұқара жұрт үшін Өзбек әлінің Алматыға қайта оралғаны әділдік салтанат құрғандай әсер етті. Мұхтар Манапов мынадай естелік айтады. 1987 жылы Өзекең министр болғанда мәдениет министрі болуыңызбен құттықтаймын. Тарихи әділдік ақыры жеңді деп телеграмма жібердім. Кейін Алматыға барғанда Өзекең кабинетінде қабылдады. Кіре сала телеграммамды көрсетіп, сенің мынауың не? Сен тентек қашан адам боласың? Өстіпті телеграмма салам екен, деп қағазды көрсетіп ұрысқан болды. Бірақ сағынғанда көрініп тұр. Құшақтасып көрісіп, өнер жайында біраз сұхбаттастық. Әдетте басшылық өзгерген кезде кадр құрамы қоса ауысады. Былайша айтқанда, әр басшы өзінің командасын құрады. Мұның бір жақсы жері бақталастар қазған ор ішінде тұншығып жатқан Өзбек әлі сияқты ақ жүректердің кең тыныстауына жол ашады. Колбин келген соң Алматының кәрі коммунистері ұзақ жыл отырған жылы орнын бір күнде босатты. Бейлік тізгінді қолға тиген күн-ақ Өзбек әлі оны ұлт мүддесіне тиімді пайдаланды. Соның бірі Наурызды қайтару операциясы. Ол үшін ұсыныс жоғарыдан емес, төменнен түсуі шарт. Яғни жұрт сұрап жатқан сияқты оқиға түзу керек. Өзбек әлі танымал тұлғалардың аузымен Наурызды қайтару жайлы әңгімені қарша боратты. Халық алдында абырой жинауға мұқтаж Колбин бұл ұсынысты амалсыз қабылдады. Осылайша әз Наурыз алғаш рет 1988 жылы Алматы қаласында тойланады. Мереке күні қаланың көрнекті жерлерінде ұлттық киім киген ансамбльдер көктемде құлпырған қызғалдақтай жайқалып шыға келді. Бейне бір ертегі кейіпкеріндей ұсталар мен зергерлер көше-көшенің бойында дүкен құрып, темірден түйме түйіп халыққа ұсынып жатты. Алматыда ана тілінде сөйлеуге зар болып жүрген қазақтар мәдени мұрасымен табысқанда эйфорияға түсіп естен танды. Республика сарайының алдында Алтыбақан құрылды. Жастар ғашықтық әнін шырқады. Киіз үйлер тігіліп, тегін Наурыз көже таратты. Балуандар белдесіп, жігіттер жамбы атты. Ұлттық киім киген қазақтар көшеде бір-бірімен қауқылдасып, көрісіп, бір жасап қалды. Өзбек әлінің жары Қалихан апамыз бұл күндер жайлы бүйдеп толғайды. 1988 жылы Наурыз өткізерде өз ағаң қатты қобалжыды. Не болар екен, қалай өтер екен деп түнімен ұйықтамады. 22 Наурыз күні таңертең көшеде мерекелік көңіл күй пайда болды. Далада серуендеген жұрттың көбі ұлттық киім киіпті. Жастар Алтыбақан теуіп жүр. Көше мен саябақта қазақша ән айтылып жатты. Біз қазіргі Достық көшесімен жоғары көтерілдік. Кенет үлкен концерттік бағдарламамен әртістер керуені көш тартты. Керуеннің басында әдемі шапан киген, ақбозат мінген жас жігіт келеді. Бұл жігіт Мұхтар Шаханов еді. 1988 жылы Наурыз өткізуге тәжіктер мен өзбектер де ынта білдірді. Әлі есімде, сол жылы таудағы үйде тұрғанбыз. Кешке жақын Өзбек әлі жұмыстан келісімен телефон қоңырауы шырылдай бастады. Бәрі Наурызға арналған той жайында білгісі келді. Елдегілер не көмек керек, қандай тапсырма бересіз деп соқты. Көрші елдің мәдениет басшылары тәжірибемен бөлісіңіз деп хабарласып жатты. Наурыз түркіге ортақ мереке болғасын, оны тойлауға бауырлас елдер де ниет білдірген. Өзбек әлінің бастамасы бәрінің ұлттық идентификациясын оятып жібергендей. Қазақтар Наурыз тойлайды дегенді естігеннен ақ, олар да жарысып Наурыз тойлауға кірісіп кетті.
бірақ республика деңгейінде ауқымды етіп тойлаудың бағдарламасын білмеді. Бірақ оның білгірі Өзбекәлі Жәнібеков екенін олар да мойындайды. Бізбен сұхбаттас болған Өзбекәлінің тұңғышы Ниетжан мынадай естелік айтады. Бір күні үйдегі телефон безілдеп қоя берді. Тұтқасын көтерсем, Өзбекстанның мәдениет саласының шенеунігі екен. Бұл Өзбекәлі Жәнібековичтің үйі ме деп сұрады. Иә деп жауап бердім. Бірнеше күннен бері әкеңнің қызмет телефонына түсе алмай жатырмыз. Болмағасын үйіне соғуға тура келді. Әкең үйде болса тұтқаны бер деді. Әкем үйде жоқ, жұмыста. Не айтайын дедім. Ол, бізде 1926 жылдан бері Наурыз тойлай алмай келе жатырмыз. Алматы мемлекеттік деңгейде тойлайын деп жатыр екен. Бұрынғы тыйымды қалай сындырды? Мәскеумен қалай келсеміз? Соларды сұрап, мүмкін болса Өзбекстанда Наурызды тойласақ деп едік, деді. Мен, жақсы әкеме айтайын, өзі хабарласар дедім. Меніңше кейін олар өздері сөйлескен сияқты. 1988 жылы өзбектер Наурызды тікелей тойлай алмады. Оның атын өзгертіп, Навбахор деген мереке өткізуге Мәскеуден әрең рұқсат алды. 2 жылдан соң ғана Наурызды тойлады. Тәжіктердің Наурыз тойлау әдісіне үңілсеңіз, Өзбекәлінің қолтаңбасын байқайсыз. Мауриф ва Маданият деген газетінің редакторы Буринис Бердиев Наурыз жайлы мақала жазды. Оны идеология хатшысы көріп қойып, түсініктеме алу үшін партияға шақыртады. Кейін бұл мәселе Тәжік жазушылар одағында талқыланады. Одақтың төрағасы Мирзо Турсунзода бастаманы мақұлдап, Наурыз тойлау туралы партияға ұсыныс түсіреді. Идеология хатшысы оны қолдайды, сөйтіп олар 1990 жылы тойлайды. Не үшін Өзбекәлінің қолтаңбасы деп айтып жатырмыз? Себебі біздегі Наурыз тойлау сценарийі осыған ұқсас. Өзбекәлі 9 ақпанда идеология хатшысы қызметіне отырады. Арада бір апта өтпей Лениншіл жас газетінің тікелей телефон айдарында Мұхтар Шахановпен сұхбат болады. Онда Наурыз туралы мәселе көтеріледі. Газетке көлемді мақала шығады. Өзбекәлі сол мақаламен ойда жоқта танысқан болып, газеттің редакторы Уәлихан Қалижанды түсініктеме беру үшін өзіне шақыртады. Сосын Наурыз айының басында жазушылар одағында жиын болып, Наурыз мәселесі көтеріледі. Жиынға Өзбекәлінің өзі де қатысады. Зиялы қауымның ұсынысын жинаған болып, Колбиннің алдына кіреді. Қарап отырсаңыз, тәжіктердің рұқсат алу сценарийі біздікімен бірдей. Түркімен мен қырғыздар бұл науқанға 1991 жылы қосылады. Бізше олар да Өзбекәлімен кеңескен шығар деп ойлаймыз. Бір қызығы, Әзірбайжандар Наурызды 1967 жылы тойлаған. Бірақ оның саяси астары бар еді. Себебі 1968 жылы СССР бас хатшысы Брежнев Иранға іссапармен барады. Екі ел арасындағы мәдени достықты нығайту үшін Иранмен шекарадағы Әзірбайжанға Наурыз тойлауға рұқсат берген. Бірақ бұл мерекенің ғұмыры бір-ақ жылға созылады. Келесі жылы тыйым салады. Содан соң араға 25 жыл салып, 1992 жылы қайтадан тойлана бастайды. Түркияның өзінде Наурызды 1991 жылдан бастап тойлады. Әлде посткеңестік түркі елдерінен үлгі алған шығар. Бізге анығы Наурызды СССРге мойындатқан екі адам бар. Оның бірі Тұрар Рысқұлов. Ол 1920 жылы қаңтарда Түркістан Республикасы орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланады. Билікке келе сала Мәскеумен келіспестен Наурызды мемлекеттік мереке етіп белгілеп, бұйрық шығарды. Сөйтіп 1920 жылы орталық Азияда алғаш рет Наурызды ресми тойлайды. Бұл тойлау 1926 жылға дейін созылады. Ал екінші адам Өзбекәлі Жәнібек. Егер байқасаңыз, ол ұлыс күнін өткізуге рұқсатты
наурыз айының алғашқы аптасында ғана алады. Күн мен түннің теңесуіне 15 шақты күн қалған. Бірақ дайындыққа осы 2 жұманың өзі жететін еді. Себебі өзбек әлінің жоспары мен бағдарламасы әуелден дайын. Кабинетіне келді де телефон тұтқасын қолға алды. Заматта жан-жаққа тапсырмалар беріп жатты. Құлбек Ергөбек жинаған бір естелікте өзбек әлінің ұстазы Құтым Ордабаев бүй дейді. Өзбек әлі бір демалыста ауылға келіп, Арыстан бабқа зиярат етіп, анасының басына Құран оқыды. Сосын ауыл қарияларының ортасында отырып, бір игілікті әңгіме бастады. Наурыз мерекесі көп болды, тойланбай кетті. Наурыз жайлы көп ізденіп, зерттедім. Оны атап өтуге орталық комитет қарсы емес. Жақында арнайы қаулы шығады деді. Бұл хабар бізге қуаныш лебін әкелгендей сезілді. Сөз соңында өзбек әлі наурызға дайындала беру керек деген тапсырманы да ескертті. Мен ол кезде аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі едім. Өзекеңнің қуанышты хабары барлық мектепке жеткізілді. Дайындық ісі қолға алынды. Осындай естеліктерді оқып отырып, наурыз өткізу жайлы идея әуелден өзбек әлінің жоспарында болған деген тұжырымға келесіз. Әйтпесе 9 ақпанда қызметке отырған адам небары 40 күн ішінде наурыз өткізуге рұқсат алып, әрі оны жоғары деңгейде тойлап үлгере ала ма? Үлгеру үшін не істеу керек? Біздіңше ол наурыздың сценарийін баяғыда-ақ жазып қойған. Есіңізде болса, 1971 жылы Торғайда «Проводы русской зимы» деген атпен наурызды тойлап жүрген. Республика деңгейінде тойлауға қолында билік тізгіні болмады. Немесе Алматыдағы кәрі коммунистер мүмкіндік бермеді. Сәті келгенде бір сағатты да босқа кетірмей, өзі сызған сценариймен жүріп шықты. 1988 жылы қайта оралған наурыздың бұрынғы наурызға ұқсамас тұсы көп. Айталық, бұрынғы көшпелі халық өз мәдениетінің ішінде өмір сүріп жатқасын көрме ұйымдастыру, ұлттық киім кию сияқты шоу форматындағы элементтен ада болған. Себебі олардың ұлттық киімнен басқа киері жоқ, және шеберхана, ұстахана, киіз үй, қазан ошақ сияқты дүниені күнде көріп жүр. Ал СССР кезінде отырықшы халыққа айналған соң өз мәдениетінен алшақтады. Көбісі ұмытып қалды. Өзбек әлі үшін оларды өз мәдениетімен тұтастай таныстырып қалатын мүмкіндік наурызда ғана туады. Сондықтан ол наурыз тойлаудың тың концепциясын жазып шықты. Қазақ мәдениетінің элементін паш ететін қандай өнер түрі бар, соның бәрін наурызда жаппай көшеге шығарды. Мереке бір күнде жылт етіп бітіп қалмас үшін Алматының әр ауданы кезегімен бөлек-бөлек тойлады. Мәселен, Ұзынағашта 1988 жылғы наурызды 24 сәуірде өткізген. Бір ай ішінде қала қазақтары санасына жабысқан мәңгүрттік дерттен айығып, рухани сауығып қалатын. Наурыз айында өзбек әлі Торғайда жиған тәжірибесін республикаға қолданды. Барлық аудан мен ауылда көше тазалап, тал егуден жарыс ұйымдастырды. Мереке біткесін аймақ басшысы көп тал еккен, көшесін таза ұстаған тұрғындарды марапаттап, сыйлық беретін. Соның арқасында Қазақстан қоқыстан тазарып, күзеннің терісіндей жылтырап шыға келетін. Өкінішке қарай қазақтардың наурызда жаппай өркениет пен мәдениетке талпынуы өзбек әлінің кезінде ғана болды. Ол биліктен кетіп, ықпалы әлсіреген соң наурыздың құнары да сұйылды. Сұйылған сонша 2022-23 жылдары наурыз мейрамы тегін тамаққа таласып, бір сәт қарын тойдыратын деңгейге құлдырады. Әсіресе наурыз көжеге таласып, бір-бірін таптап, ұрсып, айғайласып жатқан видеолармен ғана есте қалды. Жұрт наурыз тойлауды қайтадан ұмытып қалды. Осындай іс-шаралар кезінде Мәдениет министрлігінде Өзбекәлі сияқты тұлғаның жоқтығы білінеді. Халықты рухани деградациядан алып шығып, ең құрғанда тамаққа таласпауды үйрететін бір
шенеунік табылмады. Әрине қоғамда немесе билікте ұраншыл, ұлтшыл қаһармандар бар. Мына мерекені ұлт пен ұлыстың басын қосатын деңгейде тойлап бер деп, солардың қолына билік пен бюджетті ұстатсаң, ішіп жеммен аяқталатын тойдан артық ештеңе жасай алмайды. Ол үшін Өзбекәлі сияқты жеті қырлы бір сырлы болуың керек. Ол этнография ғылымымен сол үшін тыңғылықты айналысты. Қазақ мәдениетінің ұсақ-түйек элементіне шейін шашау шығармай жинап жүруге бейімделді. Одан бөлек, осынша мәдениетті бір уақытта жарқ еткізу үшін мемлекеттік деңгейде мерекенің концепциясын жаза алатын потенциалы болды. Және ойына алған жоспарын қорықпай жүзеге асыратын саяси жігері мұқалмады.